Зейнетақы алушылар үшін жылдам ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Ауылдағы зейнеткерлердің зейнетақысы өсе ме? Елімізде ауылда тұратын зейнеткерлердің зейнетақысы көбейе ме? Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттың ұсынысына жауап берді. Мәжіліс депутаты Қарақат Әбден ауылда тұратын зейнеткерлердің зейнетақысын көбейтуді ұсынған болатын. Премьер-министр депутатқа берген ресми жауабында елімізде зейнетақы барлық азаматқа бірдей жүйемен төленетінін айтты. Елімізде зейнетақымен қамтамасыз ету әлеуметтік кодексте сәйкес жүзеге асырылады. Зейнетақы 3 бөліктен тұрады және әрбір азаматтың еңбек өтіліне негізделген. Еңбек өтілі неғұрлым көп болса, зейнетақы мөлшері соғұрлым жоғары болады, дейді Олжас Бектенов. Яғни зейнетақы төлемдерінің мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу өтілмен міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге тікелей байланысты. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін анықтау кезінде азаматтардың тұрғылықты жері, қызмет түрі тағы басқа критерийлер ескерілмейді. Сөзінше бұл ұстаным конституциялық нормалар мен халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.